Biz endi Sovet Odağı'nın kezinde әбден жаншылған тарихымыз саясатқа мазаққа айналған, табанға тапталған. Сондай ел болдық. Қазақтың көрген күні қараң болды. Не екенін білмеймін. Бәлкім өзбектер, тіпті мына қырғыздар да қазақ сияқты көп зардап шеккен жоқ. Қазақ пәленбай рет аштық құрымды, қырда дейді аштық құрымды. Содан кейін біздің мәдени мұраларымыз, біздің асылдарымыз бәрі бізге жат болды. Мәселен, қазақ дүние жүзінде эпос тудырған 5-6 халықтың бірі. Эпостың бәрі жоқ болды. Мәселен, Ер Тарғын, Қыз Жібек, Қоз Көрпеш, Баян Сұлу, Алпамыс, Қамбар Батырдан басқасының бәрі халыққа жау болды. Біз мәселен өзіміз мектепте оқып жүргенде бұлардың біреуін де оқытпады бізге. Халыққа жат бұлар. Сонда біздің әдебиетімізді де, мәдениетімізді де өзімізге жау қылып көрсетті. Оның аяғы пәленбай ашаршылыққа ұласты. Қазақ көрмеген құқайын көрді сол кезде. Біз оқыған кезде мектепте тек оқытатын ештеңе жоқ. Ал енді біздің байтақ әдебиетіміз бар ғой. Сол әдебиет жұрдай болды. Бірақ оның бәрі талпынып жүрген қазақтар білді екенін. Мектепте біз оларды оқығанымыз жоқ. Сосын кейін әдебиетіміздің тарихы да шолақ болды. 18 әдебиеті, 18-19 ғасырдағы әдебиет, қазақ әдебиеті, 20 ғасырдың басында қазақ әдебиеті, қазақ совет әдебиеті. Осындай дәуірлеу болдық. Ал Шынтуайтына келгенде қазақ халқының әдебиеті 15 ғасырға дейін түрік халықтарының әдебиетімен бірдей қатар қанаттас дамыған сондай еліміз. Соның аяғы қолдан аштық жасады, қырды. Ең аяғы өзінің халқын, қамын жеген халқына жақсылық істеймін деген асыл азаматтардың бәрі атылды, айдалды, көрмеген қорлықты көрді. Қайран қаласымен кейін неге Қазақстан орталық партия комитетінің идеология бөлімін басқаруға келгенде маған сонда орталық партия комитетінің идеология жөніндегі хатшысы Өзбек Жәнібек еді. Мен келдім үкіметке, ол Парижге жүретін болды. Ресми сапармен. Сонда маған айтты, маған тізімді алдым. Бұның комиссиясын құрдық. Соны жүргіз, мен келгенше дайындық қойыңыз, бюроға саламыз. Сол жолы ғой қазақтың біраз асылдары ақталған. Сонда мен енді ойладым ғой, ЦК келгеннен кейін айтқаным бәрі бола береді екен деп. Сонымен маған әкеліңдер сол материал келмесем,
Болмайды екен. Өзіңіз келіп көріңіз деп. Мен өзім ерінбей барып, КГБ-ға барып сол оқыдым. Оқығанда жүрегім қаншылады. КГБ-нің архивтері. Иә, КГБ-нің архиві. Сонда бәрі тыңшымын деп мойындатыпты. Жапонның тыңшысы. Қайран қаласың. Қазақ қайда, Жапон қайда. Сонда біздің ана асыл ағаларымыз, иә мен тыңшысы болдым деп қол қойған. Кейін енді көрдік қой енді көбінің жаңағы аз уақыттың ішінде түр немереге айналған. Әбден қорлаған, азаптаған, сөйтіп мойындап барып қол қойдырған екен ғой. Қазақ осындай басынан кешкен халық. Енді кейін бір заман келді, жылымық басталды. Мен университетті бітіріп, аспирантурада жүрген кезімде кафедраның басшысы Бейсенбай Кенжебаев дейтін ағамыз болатын. Жарықтық бір күні маған өзі үйі біздің Казгуге жақын еді. Затай сен мені шығарып салсашы үйге дейін деп шығарып салдым. Сонда маған осыны айтты. Біз енді қазір қорықпа, заман түзеліп келе жатыр. Бізде мынау өзбек, татар, Әзербайжан сияқты біздің де байтақ әдебиетіміз бар. Солар емденіп, малданып отырған қайраткердің бәрі бізге де ортақ. 15 ғасырға дейінгі әдебиет ортақ бәрімізге. Сол дәуірді алып зерттесең сен, ежелгі қазақ әдебиетін тексерсең деді. Өзім басымда жоқ қой. Бейсеке мен ойланайын, мен ойымда да жоқ еді. Уақыт берді, бір айдан кейін сұрады. Неғылдың ойландың ба деп. Мен одан ташып жүрім ол тақырыпты. Ойландым дедім, Бейсеке мен соған бармай-ақ қойсам, бір жеңіл тақырып алып, содан қорғасам қайтып, пәленшенің өмірімен творчествосы деп. Жұрт қорғап жатыр ғой деп, жоқ болмайды ол деді. Сен шаман келеді осыған. Енді бұл арт не болады, қорғасам, мен қорғап берме дедім, қорғайсың деді. Сөздің қысқасы көп қиындықпенен диссертацияны бітірдім ғой мен. Сонда Құдай-ау Мәскеудің жаңағы Ленин кітапханасының архиві, сонда жатқан материалдардың бәрін қарап. Бізді әшейін сор қайнатып қойған екен біз. Қайран қалдым ғой. Аналарды салыстырдым. Әзербайжанды, Өзбекті, Түркменді деген сияқты. Қырғыздарда зардап шекті Манас. Бүкіл әлемнің мақтанышы болған Манас. Манас жырын халыққа жат қылып. Кейін оны Манасты алғаш қатқа қағазға түсірген Шоқан ғой, Уәлихан. Онан кейін 1952 жылы ол кезде Фрунзе Бішкек қаласында үлкен конференция өтіп, сол конференцияда марқұм Жарықтық Мұхтар Әуезов баяндама жасап, жоқ, Манас халыққа жат емес. Манас халықтың батыры. Манас жыры халықтың жыры деп дәлелдеген. Содан кейін Манастың да бағы жанды, Қырғыздың да бағы жанды деуге болады. Сондай кез ғой енді. Өз мақтанышымызбен мақтана алмай, өз асылдарымызға ие бола алмай сөйтіп жүрген кез. Мен шынында көп ойландым.
қорғатпай мамалар не болады деп. Өйткені оған қарсылар көп еді ғой. Оның себебі сол кезде қазақ әдебиеті мектепте барлық жерде жоғарғы оқу орындарында оқылып жүрген қазақ әдебиетінің тарихы былай басталатын. Қазақ әдебиетінің тарихы 18 ғасырдан 18 ғасырда өмір сүрген Бұхар жыраудан басталады. Енді сөздің қысқасы талай тер төктік, еңбек еттік. Жүйке тозды, шаршадық дегенменен арты жақсы болды. Мен сол аспирантурада болған жылдарымда мен Мәскеудің де Ленин кітапханасының бай архивтерін ақтарып талай нәрсе таптым. Сосын біз ол кезде үйренгенбіз ғой. Марксизм, ленинизмнің арқасында деп. Маркс, Энгельс бар. Аталарымызды алға салып сөйлемесек, біз намазымыз қабыл болмайтын еді ғой. Соны зерттеп, соның ішінде бір жағынан ойланатын нәрселер бар. Мәселен, ақылды адамдар ғой. Энгельстің бір сөзі бар екен. Неғұрлым ғасырлар түбіне тереңдеген сайын, сол ғұрлым, сол халықтардың айырмашылығы жойыла береді. Bir туыс бала деген сөз. Сөздің қысқасы бекідім. Диссертацияны жазып жатырмын. Мақаланы жариялап жатырмын. Жұрттың аузында жүр мақалалар. Және өзі батыл кетіп жатырмыз. Құдай абырой берсін. Кейін бір кітап жаздық біз. Мына кітапты. Ертедегі әдебиет нұсқалары деген. Бұл кітап бұрын соңды қазақ тарихында болмаған. Бұл авторлар Бейсенбай Кенжебаев, Қанғали Сүйіншәлиев, мен, Мұхтар Мағауин, Қабиболла Сыдықов дейтін азаматтар. Осы кітап шыққаннан кейін біздің қазақ әдебиеті де байыды. Тереңдеді. Тереңдеді, өркені өсті. Қорғауға бір бет алдық қойды. Сөйтіп жүргенімізде жаңағы қазақ әдебиеті тарихы 18 ғасырдан басталды деп жүрген кісі академик Қажым Жұмалиев ағамыз еді. Жалпы өте білгір, эпостардан жатқа айтатын кісі болатын. Сол Каспийде қазақ әдебиеті кафедрасын басқарушы еді. Сол жерде бір оқыс конференция өткізді. Осы әдебиет тарихына байланысты. Бейсекең мені, Мұхтар Мағауин аспиранты, екі аспирантымыз бізді ертіп конференцияға бірге бардық. Бізді жаздырып қойған, сөйлейді деп. Конференция бір кезде Мұхтар Мағауинге сөз берді. Мұхтар Мағауин, ойбай-ау, ар жағындағы түгелдердегі Ноғайдың кезіндегі ақындар, жыраулар, Марқасқа, Тәртіқара, осы сияқтылардың бәрі қазақтың ақындары ғой. Соның бәрін жаттығып жүрген кез ғой, жат. Шалкиіз. Шалкиіз тоже? Шалкиіз, я. Шалкиіз. Сол Мұхтардың несі сол тақырып. Хандық дәуіріндегі әдебиет.
ақындар, жыраулар. Сол сөзін анақсы ағамыз жақтырмай, сөз болғаныңа қай жер қазақ ол, қай жер жақын деп реплика тастап отырды. Ол әйтеуір сөйлеп бітті, айтатын айтты. Мұхтар да бұлар бір бетке ма? Тайсалған жоқ. Сосын маған сөз келді. Ал Мұхтардікі хандық дәуірі ғой. Сәл одан бері келеді. Мені ары кетіп қалды ғой, 7-ші ғасыр. Тыңдап отырды да біраз. Ей Бейсенбай деді. Тарт күшіктен көргізбейді. Жаман қорқып кетті. Бейсекеңді басын сипап бүйтіп отырып қалды. Söylеп, бәрі сөйлеп аяқтадым сөзді. Ана кісі жақтырмады. Конференциядан шықтық. Мұхтар екеуміз екі жағында келатырмыз, Бейсек үйі. Сол Каспийге жақын. Үйіне келдік. Бейсекең кабинетінде креслоға отырып, ішіне түсіп кеткендей болды. Үнсіздік болды, біраз отырдық. Сосын Бейсекеден көрдіңіз ғой, менен жақсы білесіз. Мыналар маған қорқатпайды деді. Қорықпа Мырзатай, бәрі қорғайсың, жарықтық. Жаман өзі неғып кетті, көз алдымызда төмендеп кетті өзі. Сосын жаным ашып, қайтадан орнынан тұрып, Бейсеке, қорғамасам қорғамайын. Бұна тақырып тастамайын деп. Сол кезде, бәсе солай болса керек қой деп, керек еді ғой деп, орнынан тұрып құшақтадым. Настоящий батырлық қой бұл? Батырлық ол кезде. Көзсіз батырлық еді. Өйткені мен сол кезде мына архивтерді қалың мұралардың ішіне кіріп кеттім ғой. Кейін онан кейін жазғандарын жинап, асыл арналар деп шығардым. Кейін архив ескерткіштерді толық атласын жарияладық. Осы асыл арналарды аймақтану кафедрасының студенттері оқиды. Мен студенттер. Халықаралық қатынастарды оқимыз ба десем, жоқ апай, мынаны беріңізші дейді. Сөздің қысқасы сұрағым, қиындық көп болды, қиындық көп болғанмен арты жақсы болды. Мен 1968 жылы қорғадым. Қазақтың ағай мен сағай түгел келді. Этнографтар, археологтар, тарихшылар, әдебиетшілер, тілшілер жоғары баға берді менің диссертацияма. Алпыс жетінші жылы мына кітап шықты. Бұл кітап шыққаннан кейін Москваның «Вопросы литературы» дейтін журналы в связи с выходом этой книги история казахской литературы углубилась на целых 12 веков деп жазды. Өте беделді журнал болатын. Үлкен жоғары баға, құдайға тәуба. Қазір сол 65 жылдан бермен қарай мен диссертациям біткелі, бермен қарай қазақ әдебиеті ерте дәуір, ежелгі дәуірден бастап енді тарихқа. Мен оның программасын жасадым. Сол үздіксіз қазір университетте оқып келе жатыр.